Құрметті отандастар, қарулас бауырлар, сіздерді 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен және де айбынды әскеріміз Қазақстан қарулы күштерінің 30 жылдық мерекесіне орай шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, қызметтеріңізге табыс тілеймін. Келешек ұрпағымыз Бауыржан атамыздай, Мәншүк әпкеміздей намысты, қажырлы, жігерлі болып өссін. Қазақ әскері әрқашан алда. Бейбіт елдің тыныштығын қорғап, өз тағдырын ел тағдырымен ұштастырып жүрген әскери қызметшілер үшін ерекше күн. Отанға деген сүйіспеншілік, ерік жігеріміз, рухымыз ешқашан сөнбеуі тиіс. Отанға адал, елге қайырымды, отбасыға мейірімді болайық. Құрметті отандастар, сіздерді қарулы күштеріміздің 30 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, қажымас қайрат, талмас қанат тілеймін. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, шекарамыз бекем болсын. Көк туымыз желбірей берсін.